Сәлем достар, бүгін біз тауық етінен өте дәмді палау дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге тауық сан еті, сәбіз және жуа қажет болады. Жуамызды турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Сәбізімізді де ұзынша етіп тураймыз. Керек ингредиенттерді астына жазып кетемін. Енді сұйық майымызды қыздырамыз. Май қызғанда тауық етін салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Видеода көрсетілгендей. Енді туралған жуамызды саламыз. Сап-сары болғанша қуырамыз. Қазанның асты міндетті түрде жоғары болу керек. Сап-сары болған кезде сәбізімізді саламыз. Оны да қуырамыз. Қуырмамыздың тәтті сәбізбенен жуаның иісі шығады. Осы кезде бір ас қасық тұз саламыз. Қуырмамыз қуырып жатқанда күрішімізді жуып аламыз. Күріштің үстіне су құйып 20 минутқа қойып қоямыз. Видеода көрсетілгендей қуырып болған соң қуырмамыздың үстіне күрішті саламыз. Енді күріштің үстіне 5 мм көтерілетіндей, шығып тұратындай су құямыз. Күрішіміздің суы тартылғанша жоғары отта пісіреміз. Суы тартылған соң күрішімізді ортаға жинаймыз. Видеода көрсетілгендей. Таяқшаменен тесіп шығамыз. Енді қазанымыздың астын төмендетеміз. Ақырын отта қақпағын жауып 15 минут пісіреміз. Күрішіміз суда тұрғандықтан палауымыз тез дайын болады. Біздің палауымыз дайын, өте дәмді, балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін, дәмі ерекше. Менің каналым ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.